Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Мен дәрігер боламын». Бүгінгі сабақта дәрігердің жұмысымен, оның құралдарымен танысасың. Жаңа сөздерге назар аударайық. Қабылдау, ісіп кету, тамақты шаю, тамағым ауырады, құлағым шуылдайды, басым айналады. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Бірінші тапсырма. Өлеңді оқы. Дәрігер мамандығының өз ішінде қалай бөлінетінін анықта. Әжеме тіс саламын, көзәйнек оған тағамын, ауырып тұрса құлағы, өзім емдеп жазамын. Мен дәрігер боламын. Оқушылар, дәрігер мамандығының өз ішінде қалай бөлінетінін анықта. Іске сәт. Дәрігер мамандығы өз ішінде қалай бөлінеді екен? Бірге тексерейік. Көз дәрігері, тіс дәрігері, құлақ, тамақ дәрігері. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларың осындай болды деген ойдамын. Оқушылар, дәрігердің жұмыс істейтін құралдарын білесіңдер ме? Білмесек, бірге танысайық. Стетоскоп, жүректің соғуын және өкпенің шуылын, қан тамырын тыңдайтын құрал. Отоскоп, құлақ тексеретін құрал. Тонометр, қан қысымын өлшейтін құрал. Қызу өлшегіш, дененің температурасын өлшейтін құрал. Оқушылар, бұл құралдарды естеріңде мұқият сақтап алыңдар. Екінші тапсырма. Тыңда және жауап бер. Диалогты тыңда және сәйкестендір. Стикерді қолдан. Апай, Айжан ауырып отыр. Айжан, қай жерің ауырып тұр? Апай, менің басым, тамағым, мұрным ауырып тұр. Дәрігерге бару керек. Құралдарыңды жина. Апай, нұрым да ауырып отыр. Оған не болды екен? Нұрым, айта ғой, қай жерің ауырып тұр? Апай, ішім ауырып тұр, құсқым келеді. Нұрым, сыныптан тез шық енді. Дания, сен неге жазбай отырсың? Апай, мен тақтадағы жазуды көрмей отырмын. Келе ғой, алға көш. Сабақтан кейін сен де дәрігерге бар. Жауабымызды бірге тексерейік. Басы, тамағы, мұрны ауырып тұрған Айжан. Тақтадағы жазуды көрмей отырған Дания. Іші ауырып, құсқысы келіп тұрған Нұрым. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларың осындай болды деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Балалар қандай дәрігерге барады? Кестені пайдаланып сөйле. Үлгі. Айжан тамағы ауырса, құлақ, тамақ дәрігеріне барады. Оқушылар, Дания мен Нұрымның қандай дәрігерге баратынын анықтайық. Іске сәт. Балалар қандай дәрігерге барады? Жауабымызды бірге тексерейік. Дания тақтадағы жазуды көрмесе, көз дәрігеріне барады. Айжан тамағы ауырса, құлақ, тамақ дәрігеріне барады. Нұрым
іші ауырып құсқысы келсе, педиатр дәрігерге барады. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. 4-ші тапсырма. Диалогты рөлге бөліп оқып, сахналаңдар. Педиатр дәрігердің қабылдауында. Сәлеметсіз бе, дәрігер? Иә, Айжан, келе ғой. Қай жерің ауырады? Менің басым, тамағым ауырады, мұрным бітеледі. Суық тиген болар, кәне қарайын. Алдымен қызуыңды өлшейін. Қорықпа, бұл қызу өлшегіш құрал. Енді аузыңды аш. Тамағыңды шаю керек. Көз дәрігері қабылдауында. Дәрігер, тақтадағы жазуды дұрыс көрмеймін. Кел, Дәния, осымен сол көзіңді жап. Мына әріптерді ата. Мынау қандай әріп? А, С, Т, И. Енді оң көзіңді жап. Тағы да ма? Құлақ тамақ дәрігері қабылдауында. Дәрігер, қатты айтыңызшы. Құлағың қашаннан ауырып жүр? Сіз сөйлегенде құлағым шуылдайды. Қатты салқын тиген деп ойлаймын. Кәне, ішінде қарайын. Қорықпа, бұл құлақ тексеретін отоскоп деген құрал. 5-ші тапсырма. Сұрақтарды көршіңмен бірге талқыла. Қандай дәрігерге қараласың? Жауабын оқыған мәтіннен тап. Басың ауырса кімге қараласың? Қызуың көтерілсе кімге қараласың? Көзің ауырса кімге қараласың? Ішің ауырса кімге қараласың? Құлағың ауырса кімге қараласың? Басың айналса кімге қараласың? Тамағың ісіп кетсе не істейсің? Құлағың шуылдаса не істейсің? Көзің алыстан нашар көрсе не істейсің? Оқушылар, ойланайық. Сұрақтардың жауабын бірге тексерейік. Басың ауырса кімге қараласың? Басым ауырса, педиатр дәрігерге қараламын. Қызуың көтерілсе кімге қараласың? Қызуым көтерілсе, педиатр дәрігерге қараламын. Көзің ауырса кімге қараласың? Көзім ауырса, көз дәрігеріне қараламын. Ішің ауырса кімге қараласың? Ішім ауырса, педиатр дәрігерге қараламын. Құлағың ауырса кімге қараласың? Құлағым ауырса, құлақ тамақ дәрігеріне қараламын. Басың айналса кімге қараласың? Басым айналса, педиатр дәрігерге қараламын. Тамағың ісіп кетсе не істейсің? Тамағым ісіп кетсе, құлақ тамақ дәрігеріне қараламын. Құлағың шуылдаса не істейсің? Құлағым шуылдаса, құлақ тамақ дәрігеріне қараламын. Көзің алыстан нашар көрсе не істейсің? Көзім алыстан нашар көрсе, көз дәрігеріне қараламын. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларың осындай болды деген ойдамын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Дәрігердің жұмысымен, оның құралдарымен таныстың. Сонымен, бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге бүгінгі сабақтың барлық тапсырмасы түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 44-ші беттегі 6-шы тапсырма. Сөйлемді аяқтап жаз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.